Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Сіздердің алдарыңызда драцена маргината. Мен осы гүл туралы қазір сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл гүлдің күтімі туралы менде видеода бар. Мен экранға суретін шығарып, описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Кіріп көрсеңіздер болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі гүл. Мынандай пальма тәріздес өте керемет гүл. Бұл гүлдегі болып жатқан өзгеріс қандай? Көп адамдардан сұрақ келіп жатыр маған. Осы гүлдің ұштары мынандай болып қурап қала береді деп. Бұл ауаның құрғақтығынан. Барлық гүлдер негізі үйде ауаның ылғалдылығын жақсы көреді. Сол себепті де егер де ауа ылғалды болмаса, мынандай болып қурай бастайды. Мен хлороз ауруы туралы айтқым келіп отыр. Гүлдердегі көп кездесетін хлороз ауруы. Хлороз ауруы неден пайда болады? Гүлдерде адамдар секілді витаминдерді, дәрумендерді керек етеді. Сол себепті де хлороз ауруына ұшырайды. Гүлдерде егерде микро-макро элементтер жетіспесе, хлороз ауруы бола бастайды. Мына қараңыздар, мына жерде драцена маргинатаның жапырақтары жап-жасыл емес. Мен анықтап қазір көрсетейін. Мына сарала болып осылай болып шығып жатыр. Бұл деген сөз микроэлементтер жетіспейді. Мен бұған енді не істеймін? Көбінесе гүлдерге железо, темір мен цинк, магний жетіспесе, осылай хлороз ауруы болады. Көп адам тек қана железо жетіспесе болады деп ойлайды. Жоқ. Оған көп микроэлементтер жетіспесе, осындай хлороз ауруы болады. Қараңыздаршы, көрініп тұр ма сіздерге? Және тек қана бұл драцена туралы ғана емес, мен доллар гүлінде де доллар гүлінің жапырағы неге сарғаяды дегенде мен видео шығарғанмын, сол жерден де көрсеңіздер болады. Міне қараңыздаршы, доллар гүлі де осылай жапырағы мүлдем сап-сары болып кетпейді, міне осындай болып, жасыл, ашық, сары болады. Бұл деген сөз уже микроэлементтер жетіспей жатыр деген сөз. Көрініп тұр ма сіздерге? Мен бұған не істедім? Мен экранға суретін шығарамын. 9 микроэлементов деген тыңайтқышты қолдандым. Оның ішінде 9 түрлі микроэлементі бар құрамында. Соны қолданғаннан кейін мынандай жап-жасыл әдемі жапырақтарын шығарды. Көрініп тұрса, қараңыздаршы, мына кейінгі шығарған жапырағы өте әдемі, жап-жасыл және үлкен жапырағын шығарды. Бұның топырағы міне кәдімгі мен жасаған топырақ. Осыда өзін жақсы сезініп отыр. Мына алдында мен мына жерлерін кесіп тастағанмын. Сарғайған жапырақтарын кесіп тастасаңыздар да болады. Тек қана бұл гүлде жапырағын хлороз ауруы болып, болмаса бір ауру болғаннан сарғайтпайды. Доллар гүлінің тағы да бір ерекшелігі, шығарған жапырағы ескірсе, былайша айтқанда уже біраз уақыт тұрса, қартаяды деп есептелінеді. Сол кезде осылай жапырақтарын сарғайтады. Дәл осындай сап-сары болып сарғайып кеткен жапырақтарды сіздер кесіп тастасаңыздар болады. Мына мен жерде қараңыздар. Осылай кесіп тастаймын. Кескен жерлеріңізге, мына жерге активированный угольді ұнтақтап, былай сеуіп қойыңыздар. Сол кезде залалсыздандырып тұрады. Мына хлороз ауруына шалдықпас үшін тыңайтқыштарды жақсы таңдау керек. Тыңайтқыштар ең басты мәселе гүлдерде. Бұларға да өздеріне керекті микро-макро элементтері жетіспейтін болса, осылай жапырақтары сары болып, көп адамнан сұрақ келіп жатады маған, менің гүлдерім неге жап-жасыл болып тұрмайды, неге жылтырап тұрмайды деп. Ол соның себебінен. Егер де гүлдерге микро-макро элементтер жетіспесе, осындай күйге түседі. Ол микро-макро элементі бар тыңайтқыштарға маған заказ берсеңіздер болады. Мен почта арқылы салып жібере аламын. Көп адамның жіберетін тыңайтқышта қателіктері ол тек қана декоративный, лиственный болмаса органический деген тыңайтқыштарды алып алады да болды, біреуін айландырып құя береді, ол дұрыс емес. Гүлдерге де әртүрлі тыңайтқышты беру керек. Бір айда 2 реттен тыңайтқыш беріп отыратын болсаңыздар, органический удобрение мен микроэлементі бар удобренияны алмастырып, алма-кезек беріп отыратын болсаңыздар, гүлдеріңіз өте әдемі өсетін болады. Содан кейін гүлдер тек қана топырағынан ғана тыңайтқыш ішпейді, олар жапырағынан да тыңайтқыш еді. Орыстарда листовой подкормка деп айтып жатады. Мынандай су бүркігіштеріңізге артында инструкциясын оқысаңыздар, кез келген алған тыңайтқыштарыңызды суға араластырып себуге болатын түрлері де бар. Осылай жапырақтарына сеуіп тыңайтқыш беріп шығасыздар. Бұл жапырақтарына тыңайтқыш беру деп аталынады. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, менің отырғызған гүлімнің топырағы кәдімгі қойдың 3-4 жылдық шіріндісі мен топырақ араласқан. Міне топырақ. Осындай, егер де аула топырақтарыңыз сіздердің құнарлы болса, егер қойдың көңі сенімді болсаңыздар, 3-4 жылда ол қойдың көңі кәдімгі топырақ сияқты болып, қара шірікке айналып кетеді. Соны осылай аула топырағымен араластырып, оның ішіне азын-аулақ перлит, агроперлит қосып жіберсеңіздер, гүлдеріңіз жақсы өседі. Ал егер де жоқ сенімсізбін десеңіздер, онда қолдан жасауға тура келеді. Топырақты да маған заказ берсеңіздер болады. 7 түрлі қоспа қосып, мына жерде кәдімгі қолдан жасалынған топырақта тұр. Ішінде
древесный кара, уголь дегендері бар, керамзиттері бар, әртүрлі 7 түрлі қоспақ қосып мен сіздерге топырақ дайындап бере аламын. Егер осы айтқан ақпаратым сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Гүлдеріңіз әдемі болып, жайқалып өсіп, сіздерді қуанта берсін. Осылай хлороз ауруы болып ауырмасын. Хлороз ауруы болса, қалай емдеу керектігін сіздер енді білдіңіздер деп ойлаймын. Және хлороз ауруын көп адам жәндіктер, зиянкестер түскен жапырақпен шадастырып жатады. Жоқ, олай шадастырмаңыздар. Мен қараңыздар, мынау хлороз ауруы болған гүл, мына осындай сары, жасыл болмайды. Мына жерде мынау емделген кезі, жақсы жапырақтар шығарып. Бұл гүл мынандай сарғыш болып шыққан жапырақ қайтадан сіздер емдегеннен кейін жасыл болмайды. Мынандай жаңадан шығарған жапырақтары әдемі болып өседі. Енді жәндік түскен, зиянкестер тиіскен жапырақ ол да осындай сарғыш болады. Бірақтан қараңыздар, мынандай точка болып жеп қойғаны көрініп тұрады. Және мен телефон алмай жатыр. Мынандай қарала болып артында көрініп тұрады. Үлкендеуін көрсетейін міне. Көріп тұрсыздар ма? Мынау уже хлороз ауруы емес, бұл жәндіктердің жеп қойғандығы. Осылай бүрсіп мынандай болып қалады. Хлороз ауруын жәндіктермен шадастырып алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып кетіңіздер. Мен экранға WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Гүлдер чатынан аштым. Гүлдер чатына қосылсаңыздар болады. Гүлдеріңізді бірге әдемі етіп өсіретін боламыз. Ол үшін де маған WhatsAppқа жазыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.